Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні 68-ші сабақ есептер шығару тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмау үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Бірінші мысалға қараймыз. Есепті оқы, шартын сұлбасын толтыру үшін қандай деректер қажет? Ұшу кезінде балалар ойын ойнады. Әлия 10 қаланың, Сырым 20 қаланың атауын айтты. Екеуі бірге неше қаланың атауын айтты. Есептің берілуін қысқаша жаз немесе сұлбалардың біреуін толтыр дейді. Балалар, біз есеп шығарғанда оны қысқаша жазатын едік және сұлбаларды көрсететін едік. Ал енді қысқаша жазатын болсақ, Әлия 10 қаланы, Сырым 20 қаланы атады. Екеуі бірге қанша қала атауын айтқанын анықтауымыз керек. Ол үшін 10-ға 20-ны қосамыз, тең 30. Жауабы 30 қала. Ал енді сұлбасына келетін болсақ, 10 және 20 деп белгілеп аламыз. Барлығын анықтау керек. 10-ға 20-ны қосқанда қанша шығатынын осылай сұлбасына белгілеп қойсақ болады. Келесі, берілген сандардың ішінен кез келген екі санды таңдап, есеп құрастыр, оны шығар. Берілген сандар 20, 30, 40, 50 сандары. Осы 4 санның ішінен кез келген екі санды таңдау арқылы есеп құрастыруымыз қажет. Мысалы, мен 20 және 40 сандарын пайдаландым. 20-ға 40-ты қоссақ 60, 40-тан 20-ны азайтсақ 20 болады. Осылай есеп құрастырсаңдар болады. Балалар, сендер де осы берілген 4 санның ішінен кез келген екеуін таңдау арқылы қосынды және айырма құрастырсаңдар болады. Ал енді екінші есепке қараймыз. Есепті шығар, есепке сәйкес сұлбаны таңда. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап алды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтауы керек? Сен қандай мемлекеттердің туын білесің дейді. Балалар, енді есепке сәйкес сұлбаны таңдап көрейік. Бізде барлығы 50 мемлекет, оның Сырым 30 елдің туын есіне сақтап қалған екен. Демек, біздегі сұлба біріншісі болып табылады, яғни барлығы 50, ол 30-ын жаттап алды, қаншасын есіне сақтау керек екенін анықтауымыз керек екен. Демек, бірінші және екінші тұрған сұлба бізге сәйкес келеді. Ал енді осы есепті шығарып көрейік. Берілген 50 ту, Сырым 30 туды есіне сақтады. Әлі жаттау керек, қанша ту екенін анықтауымыз керек. Ол үшін 50-ден 30-да азайтамыз. 50 азайту 30 тең 20 ту. Жауабы 20 туын жаттау керек екен. Үшінші тапсырма. Бортсеріктер жолаушыларға сусын ұсынды. Әрқайсысы неше литр сусыннан әкелді, салыстыр дейді. Балалар, бізде екі сурет берілген және әр бортсеріктің қанша литр су әкелгенін анықтауымыз керек. Ол үшін барлық сусындағы берілген мөлшерлерін бір-біріне қосып шығамыз. Демек, 2 литр қосу 2 литр, қосу 2 литр, қосу 1 литр, қосу 1 литр, қосу 1 литр. Барлық литрлерді бір-біріне қосатын болсақ, яғни 2-ге 2-ні қоссақ 4, 4-ге 2-ні қоссақ 6, 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7-ге 1-ді қоссақ 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9, 9 литр болады екен. Ал енді екінші бортсеріктің сусынын қосатын болсақ, 2 қосу 2, қосу 2, қосу 1, қосу 2. Мұндағы литрлардың барлығын бір-біріне қоссақ 9 литр шығады екен. Ал енді 9 литр мен 9 литрді салыстыратын болсақ, екеуі тең болады. Төртінші тапсырма. Бос түркездер мен глобустардағы сандарды ата. Мұнда глобуста 10 саны берілген, оған қандай да бір санды қосқанда 30 шығуы қажет. Және шыққан санға тағы бір қандай да бір санды қоссақ 60 шығуы керек. Осылай ретпен бос төркөздер мен глобустарды тиісті сандарды жазуымыз қажет екен.
яғни 30 шығу үшін 10-ға 20-ны қосамыз, 60 шығу үшін 30-ға 30-ды қосамыз, ал 100 шығу үшін 60-ға 40-ды қосамыз, 10 шығу үшін 100-ден 90-ды азайтамыз. Келесі 10-нан 3-ті азайтсақ 7 қалады, 7-ге 2-ні қоссақ 9 болады, 9-дан 3-ті азайтсақ 6 қалады, 6-дан 3-ті азайтсақ 3 қалады екен. Осылай бос орындарды толықтырсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.